Сәлем досым, бүгінгі тақырып түбір сөздердің жазылуы. Жазу тәжірибесінде кейбір түбір сөздер айтылуына қарай 2, кейде тіпті 3 нұсқада беріліп жүр. Бұларды бөліп тану қажет. Bir қатар түбір сөздердің 2, кейде 3 вариантының да жазылуы заңды түрде орын алады. Олардың бір тобының 2 нұсқасын қатар қолдана беруге болады. Мәселен, айғай, айқай, бұндай, мұндай, балуан, палуан, ертегі, ертек, пәле, бәле, гаухар, жаухар, заңғар, зеңгір, байымдау, пайымдау, бағамдау, айдахар, аждаха, сықылды, секілді, өзге, өңге, уәде, уағда, жәбір, зәбір, жахан, жихан, айуан, хайуан. Сонымен қатар тек бір нұсқасын қабылдап, соның жазылуын қалыптастыратын қатарлар да бар. Ондай сөздерді фонетикалық дублеттер деп атайды. Мұндайда орфографиялық норма болып есептелетіндері сөздікке енеді де өзге нұсқалары жақша ішіне емес деп көрсетіледі. Мысалы, дұрысы қазір, бірақ кәзір, қазір, хәзір емес. Дұрысы міне, міні емес. Дұрысы ерегіс, ерегес емес. Дұрысы жіті, жыты емес. Қазақ тіліндегі кейбір актив сөздерді әлі де болса орфонорманы сақтамай түрлі нұсқада жазып жүргендер бар. Ол сөздер қатары дұрысы, рахмет, рахмет емес. Дастарқан, дастархан емес. Сұхбат, сұхбат емес. Құдірет, құдірет емес. Құзырет, құзырет емес. Аруақ, әруақ емес. Хал, халы, хәл, хәліңіз емес. Дұрысы немқұрайлы, немқұрайлы емес.